Өзгеде жаңалықтар, ел аумағында коронавирустық инфекцияны жұқтырғандардың саны 4200-ге жуықтады. Бұл туралы Денсаулық сақтау министрлігі хабарлады. Эпидемиологиялық жағдай соңғы 2 тәулік ішінде тұрақталған. Тиісінше індеттен емделіп шыққандардың көрсеткіші жақсарып келеді. 1300-ге таяу науқас дертінен айыққан, ал кесел құрбандарының саны 29-ға жетті. Алматы қаласы бойынша жұқтыру дерегі 6%-ға төмендеген. Қазіргі таңда мегаполистің 77 000 тұрғыны COVID-19-ға тест тапсыруға ниет білдірген. Дегенмен жергілікті денсаулық сақтау басқармасы 34 адамның жағдайы ауыр екендігін жеткізді. Алматыда коронавирустың расталған 1356 жағдайы тіркелген, 34 науқаста ауыр, 289 адамда ауырлықтың орта дәрежесінде, қалғандарының жағдайы қанағаттанарлық. Қала бойынша анықталған науқастың 80%-ында ауру симптомсыз өтуде.